Туризм және спорт тәрбие кепілі. Туризм адам бос уақытында саяхаты, белсенді демалыстың бір түрі. Туризм денсаулықты жақсарту, күш-қуат қалпына келтіру және қызығушылық. Туризм бойынша Қазақстан әлемде 66-шы орында. Ғылыми жобаның мақсаты: тұрақты туризм ұғымын мәнін ашу, салауатты мысалын қалыптастыру, жастар арасында табиғатты аялау демалысты насихаттау. Ғылыми жобаның міндеттері: туризм туралы түсініктерін кеңейту, туризмнің пайдасы туралы ақпарат беру, ауданымыздағы туризм туралы анықтау. Оқушыларға сауалнама. Туризмге қызығасың ба? Екіншісі, қысқа өмірлі жақсы ұсыныс түссе қатысар ма едің? Сауалнамаға жалпы 36 оқушы қатысты. Оның ішінде 25 оқушы иә, 10 оқушы білмеймін және 1 оқушы жоқ деп жауап берді. Облыстық жарыстың нәтижесі: менде көптеген жетістіктер бар, бірақ мен оларды осы жерге жүктеуге үлгермей қалдым. Бұл жылдамдық қашықтықта 3-ші орын алдым, ал қиындық қашықтықта 1-ші орын алдым. Келесі. Біз топпен суретке түстік. Ал бұл менің туризмдегі жетекшім Сапиева автомобильдағым. Туризм, спорт, қызығушылық, бос уақытында тиімді ұйымдастыру, медицина, алғашқы көмек көрсете білу, мәдениет, бәсекелестік, қабілеттік. Бір туризмнің берер пайдасы өте көп. Олай болса, мектепте тыс үйірме емес, мектепте туризмнің қосымша сабақтары өтілсе, спортқа бейім оқушылар көп болып, қызығушылықтар телефонға емес, спортқа жақын болар еді. Ұсыныс: мектептерде туризм үйірмелерін көбейту, ашу, аула маңында жаяу серуен ұйымдастыру, ауданымызда туризм дамыту салаларын іздестіру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.